Ассалаумағалейкум, қайырлы күн әріптестер, достар. Турцияда тұрып жатқанымызға жарты жылдан аса уақыт болды, бірақ YouTube'қа мүлдем видео салмаған екен. Бүгінгі біздің видеомыз ерекше басқаша форматта болады, яғни кішігірім блог. Олай болса каналға тіркеліңіздер, біз бастаймыз. Бүгін мақсат. Бұл біздің арабамыз, араба деген бұл машина түркше. Біздің машина. Досбол Хан. Бұлта біздің команда мүшелері. Қазір біз үйімізді шықтық, теңізге шомылуға баратын боламыз. Достар, бізде бүгін 23 октябрь. Қазақстанда дәл бүгін қар жауған болады. Бізде ал күн ыстық. Ол жақта қыс деген мүлдем болмайды. Бұл біздің Турциядағы бір күніміз. Бастадық. Негізі мына жерге қоюға болма машинаны. Қазақтар қадары болады ғой. Анталиядағы ең әдемі, ең керемет пляждардың бірі. Біз осы жерге күнде келіп шомыламыз. Мен сүйген ару, менің өзіме. Анталияның сұлулығы, табиғат сіздерге ұнап жатса, онда осы жерде видеоға лайк басып кетіңіздер. Және де осы жаққа келіп тұрып, өмір сүру осы видеоны көріп отырған әрбір адамға бұйырсын. Бұл не деген тарзандар дейсің ғой? Достар, бүгінгі блогтың жалпы тақырыбы қандай болады және де алдағы уақытта не көресіздер. Бүгін біз теңізге шомылуға келдік, сіздерге көрсететін боламыз. Одан кейін біздің достарымыз бүгін үйге қонаққа келетін болады. Енді мына жерде кішігірім сұрақ жауап болса, мақсат, Турцияға келгенде қанша уақыт болды? Жарты жылдан асты болды. 7 уақыт болды. Қалай Турцияда тұрған, өмір сүрген қалай екен? Жарты жыл деген аз уақыт емес. Керемет. Біз мақсат екеуміз бірге келген болатынбыз. Ұнап жатыр ма Турция? Вот Алматыда қар, қыс. Біздер шортасы тренировка теңіз, қонақтары келеді. Рахат емес. Керемет. Келесі бізде Досбол Хан. Қанша уақыт болды Турцияға келгеніне? Ассалаумағалейкум. Бір жарты жыл нарық бері уақыт болды. Жарты жыл болды. Не үшін келдің Турцияға? Не үшін бұл жақта тұрып жатсың? Осындай кереметтер көріп жатқан шығарсыздар. Осы заттардың барлығымен тамсанып, кішкене демалуға келдік. Жазды созуға өзімізге. Қазақстанға қашан қайтатын ой бар ма жалпы? Қазақстанға, отанды сағынамыз ғой. Туысқандар бар, жақындар бар. Енді бұйыртса көреміз енді. Осы бір-екі айдың өрінде сол жұмыстармен барып қайтатын себептер болып тұр. Бұйыртса соған барармыз. Керемет, жақсы. Сіздерге әдемі паркта жүрген кезде өзімді түсіріп алайын. Жалпы достар, бұл жаққа келгелі бері өте көп өзгерістер болып жатыр өмірімізде. Барлық жағынан, өйткені шетелде тұрып өмір сүру бұл мүлдем басқа нәрсе. Бизнесімізге де өте көп әсерін тигізіп жатыр. Одан бөлек қараңыздар, жай ғана паркқа келіп спортпен айналысқанның өзі рахат. Мына жаққа қарайтын болсақ, адамдардың барлығы ойнап қыдырып жүр. Кеттік па? Кеттік. Достар, жаңа біз тренировка жасадық. Кішігірім дене шынығып, дене қызып тұр. Қазір осы қызып тұрған денемен теңізге балғын суға барып шомылатын боламыз. Жерорта теңізі.
базалар жоқ. Молодец. Дәмін көрейік енді. Кофе тағамайық. Отравление. Достар, міне жаңағына үйге келдік. Әзірге қонақтар келмей тұрған кезде үйде ешкім жоқ кезде сіздерге кішігірім рум-тур жасаймын және де үйде не болып жатқанын көрсетеміз. Мына жақта бізде қонақтарға дайындық. Диана. Бізде бұл баклава, таза түріктің баклавасы және де мына жақта охо, біздің етіміз қайнап жатыр. Қазір мына жақта, мына жерге біздің залымыз. Шетелде жүрсек те, Аллаға шүкір, бұл жақта үнемі ет жеп отырамыз. Достарымызды тамаққа шақырып, біз оларды шақырамыз, осылай. Біз ет жеп жатыр. Жалпы біздің үйіміз 2 этажды, 2 қабатты пентхаус. Әркімнің өзінің комнатасы бар, әркімнің өзінің жататын өзінің жеке бөлмесі, жеке туалет ваннасы бар. Мына жақта стол, мына жақта бұл менің бөлмем, мына жақта менің туалет ваннам, мына жақта өздерінің туалет ваннасы және де әрқайсының өзінің балконы бар. Келесі бізде 2-ші қабат. Бұл жақта өзі жеке әлем, бөлек әлем, офис, комната, мына жақта тағы жататын бөлме, туалет ваннасы және де Мақсаттың өзінің пентхаусы бар. Қараңыздар. Пентхаус. Жаз бойы осы жерде аспанға қарап, жұлдыз санап, ұйықтап демалдық осы жерде. Аян Бей, қош келдің. Аян бізді Аланья қаласынан келді. Қалай жалпы Аланья? Аланья мощный, әдемі. Күшті екен. Турцияға келген қанша уақыт болды Аян? 3 аптадан асты. Қалай болып жатыр? Күшті. Аланья мен Анталияның арасы қанша уақыт? Так, примерно 2 сағат деді, 2 сағат. Молодец, мош. Біздің команда мүшелері қазір ары қарай блог жалғастырамыз. Келесі бізде қонаққа келген тағы кім? О, Ерасыл, ассаламу алейкум. Қалайсыңдар? Жақсы аман есен. Охо, бізге Қонаққа келдім. Аланьядан келді, Аланьядан. Жиналып отыр, қазақтар жиналып отыр. Келесі бізде қонақта Ғаби. Ассаламу алейкум. Здоров. Как дела? Прекрасно, У замечательно. меня небольшой блог в Ютубе. У меня есть пару вопросов. Давай, задавай. Первый это, сколько ты здесь уже? И почему ты здесь? Здесь я уже полгода. Почему здесь? Потому что мы с ребятами всегда мечтали работать удаленно, путешествовать по всему миру, чтобы у нас бизнес был в интернете, и мы этого достигли, но коронавирус сделал свое дело, и мы только в Турции. Вот, пальмы, море, пляж, песок. Ага, и что скажешь о нашей команде профи? Наша команда Profi Team в следующем году уже выйдет за границу в количестве несколько сотен человек. Ага, Потому сейчас... что все хотят работать в интернете, все хотят зарабатывать через интернет, путешествовать, и круто путешествовать вместе с нами, вот так ходить в гости друг к другу с подарочками. Welcome to! Біздің көптен күткен етімізді дайын болды, командамыз жиналды. Көп кісілер келе алмай қалды, басқа қаладағылар. Міне, біз енді ет жейміз. В общем, чтобы наша команда росла, развивалась, чтобы проекты, которые мы выбираем, они реально были кочевыми, чтобы они давали людям действительно зарабатывать, изменять жизни в лучшую сторону. И чтобы мы все не просто были частью команды, а чтобы были частью одной большой семьи. Қайырлы күн достар, байқашаңыздар, бүгін екінші күн біз. Кешегі бүгін саласың ба, или күнді бірге қосып саласың ба? Бүгін қазір ютубқа саламыз. Осы бүгін де ма? Всем хай! Ерасыл, саған сұрақ, бизнеспен айналысып жүрген қанша уақыт болды? 7 ай болды. 7 ай болды. Қалай ақша табасыңдар? Қалай ақша табамыз? Осылай демалып, жұмыс істеп, шетелде. Қандай направление жалпы? Направление сетевой маркетинг. Криптовалюта. Валюта, сетевой маркетинг. Сосын? Ерлеп, қатты бір күрек ұстап жұмыс істеудің керек емес бұл демалу үшін. Солай ма? Кеттік ал.
достар, мынау пляждың жағасындағы тамақтанатын орын. Кешке жақын бұл жерде адам өте көп болады. Осы жерде адамдар билейді, көңіл көтереді. Ал күндіз пляж қараңыздар, барлығы дем алып күнге қыздырынып рахаттанып жатыр. Судан шығып кеткен балық ұстап бәрі жатыр, күнге қыздырынып рахаттанып жатыр. Во сне сенің денеңе қолым жетпей қалар. Вообще сен қыз бітейдің нече өзім алам. Былай жүрдім былай. Мінекей достар, пляждың жағасындағы тамақтанатын жерге отырдым. Достарым ана жақта менің шомылып жатыр теңізге. Ал мен осы видеоны жазу үшін осы жерге келіп отырдым. Турцияның өзім 12 қаласында болдым, барлығы ұнады, барлығы керемет. Бірақ қанша уақыт 7 ай осы жақта тұрсам да бірде-бір ютубқа блог салмаған екенмін. Осы бүгінгі видеода бір күнім қалай өтетіндігі жайында және достарым жайында түсірген болатынмын. Енді біздің команда немен айналысады, біз қалай табыс табамыз деген сұраққа жауап беретін болсам, жалпы біз онлайн кәсіппен айналысамыз. Командамызбен саяхаттап жүріп, демалып жүріп, табыс табу мүмкіндіктерін ұсынамыз. Ол заманауи, заманның нарығына сәйкес бизнес, криптовалюталық инвестициялық жобалар. Біздің команда қосылып, криптовалюта саласы болсын жан-жақты білім алып табыс таба аласыздар. Толығырақ мына жерден видео шығады, мына жақтан видео шығады. Сол видеоны көрсеңіздер, сол жерде мен толықтай түсіндірген команда жайында. Ең алғаш бизнес саласына келгенде осылай бизнес жасауды, командамызбен бірге дамып, бірге өсіп, әдемі жерде, жылы жерде жүріп табыс табуды үнемі армандайтын болатынбыз. Қазір оның барлығына қолымыз жетті. Бизнес бастайтын болсаңыз, немесе өміріңізді жаңадан бастайтын болсаңыз, ең бірінші ортаңызды ауыстыруға жетсіз. Ал біздің ортада барлығы бар. Демалыс, қыдырыс, бизнес, даму бәрі бар. Сіздерге беретін кеңесім осындай керемет командаға қосылыңыздар. Олай болса, бүгінгі блогты осымен аяқтаймыз. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды аямаңыздар, менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Көп рахмет. Сіздермен байланыста болған Мейірман Әли.